Жамбыл облысында мал арасында белгісіз індет тараған. Жамбыл облысы Талас ауданындағы Майтөбе ауылында 4 түлік белгісіз індеттен қырылып жатыр. Ауыл тұрғындарының айтуынша, өріске кеткен мал, өлексеге айналып қалған жануарларды емдеуге мал дәрігерлері де дәрменсіз болып отыр деп хабарлайды КТК арнасы. Телеарнаның айтуынша, облыстық ветеринарлар 3 апта бұрын басталған аурудың диагнозын дәл таба алмай отыр. Ауыл тұрғындары өріске кеткен тұяқтыларды өлексеге, келгелі көтерем күйге түсуге дейді. Олардың айтуынша, осы ай басталған 100-ге жуық қой қозы қырылып, ал арам қайтқан ірі қара саны 10-ға тартады. Білмей сауып ішіп жатқан ел бар, білмей байқамай қалып. Адам ауырмай ма? Біз қалай үндемей отырмыз? Дезинфекция жасамаса болмайды. Тілші мәліметінше, ауылдағылар аты анықталмаған ауру адамға да жұғама деп алаңдауда. Кесел деген 4 түлік тәулікте мал шөп жемейді. Жатқан жерінен тұрмайды, қызуы төмен түспейді. Тұрғындар бұған көктем кезіндегі вакцина науқасының дұрыс жеткізілмеуі себеп болуы да мүмкін деп отыр. Олар малда айырылса, күнкөріс қиындайтынын алға тартады. Температурасы 41-ге барады, егер де білмей қалсаң өледі. Қолымыздан градусник түспей жатыр дейді ауыл тұрғыны Бақтыбай Есенбаев.